Анау чит жазып алған ғой. Йону, үшіншісін қатты. Йо. Хей, бәріне сәлем достар. Бүгін видеода мына читермен бір каткаға шықтым, ранг отрядта. Стрим адайстың стрим көріп отырғам, сөйтіп сонымен. Может бір каткаға шығамын деп ранг отряд поставын. Сөйтсем мына читермен бірге бір шықтым. Бірге бір болғанда бір каткада мен командамда болды бұл. Так үшін көріп тұрғандарыңыздай чит жазып алған, жүріп кетіп бара жатып аптечка болмаған атыр. Ал видео басталмас бұрын каналға тіркеліп лайк басып кетейік, қазір толығын айтатын боламын. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай жүгіріп аптечка қолданып жатыр. Қазір хед беретін болады, короче, көздегеннің бәрін хед. Мінекей қазір WhatsApp. Просто стинкаға атып жатыр, анау адамға тиіп жатыр. Міне, хед просто. Өздері де айтып жатыр, чит жазып алған бір бәледі. Мінекей әдейі өліп қалып жүрдім. Ойынын көру үшін. Қазір қараңыздар, просто сүйекке атады, адам өлтіре береді. Жестко чит жазып алған. Бұндаларды свободный қазаққа айтып жазыла керек қой, короче. Немесе Арман Алиевке ма. Короче, нига бір ботчик ник. В общем, әдейі бот аккаунт алып не істеп жатыр. Мінекей қазір мен өліп қаламын. Сосын ойынын көрсетіп беретін боласыздар. Не ойыны. В общем, міне тұрыңдар. Ана төбедегі сүйекке атады. Адамдар чата береді. 159 атты. Сүйекке атты 159 атты. Неға көздеп өт, адамға тиіп отыр ғой. Міне қараңдар, ё-май. Жестко оттяжка ғой. Айбой көрдіңдер ма? Ё-май. Мен читерство көрдім. Өз басым. Бұндаларды ойыннан қату көріп. Сіз қараңдар. Не болады? Арғы базаға барам дегенше ол бәрін өлтіріп тастайды. Еще жаңадан шыққан АВМ сияқты оружиемен ғой. Бір атады хед. Көретін болсыңдар. Уже біреуін жатқызып тастаған осы кезде. Қолым болақ. Там қағаз батқан. Мынандай көз су бұрма. Көрінді ма? Осыншы жестко атып өлтіріп тастап жатыр. Осымен видео бітті. Видеоны каналға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Сау болыңдар.